сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз жолбарыс. Сүтқоректілердің класының мысықтар тұқымдасына жататын тірі ірі жыртқыш аң. Қазіргі кезде Ресейдің қиыр шығысында, Үндістан түбегінде, Қытайда, Ява, Суматра аралдарында ғана кездеседі. 20 ғасырдың 50 жылдарына дейін тұран жолбарысы Қазақстанда Сырдарияның төменгі ағысында қалың қамысты тоғайларда мекендеген. Осы өңірде соңғы жолбарыс 1933 жылы, ал Балқаш жағалауында 1948 жылы атылған. Көбінесе қоныс ауыстырып жеке жүреді. Жабайы шошқа, бұғы, марал, елік, тағы басқа да тұяқты жануарларды ұстап жейді. Кейде малға, қасқырға, итке де шабады. Жолбарыс 2-3 күшік туады, оларды 5-6 ай емізеді. Табиғи жағдайда 40-50 жылдай тіршілік етеді. Жолбарыстың барлық түрі қорғауға алынып, халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына енгізілген. Жолбарысты қазақ халқы ежелден күштіліктің символы санаған. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры, Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.